Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздермен ерекше рецептпен өте үлпілдек бауырсақ пісіретін боламыз. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен опара дайындап аламыз. Ол үшін сүтке ыстық су құямыз, құмшекер, қамыр ашытқышты салып араластырамыз. Араласқан соң бетін жауып көтерілгенін күтетін боламыз. Опара көтерілген соң ұнға жұмыртқа, тұз, майонез және дайындап қойған опараны құйып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр кішкене қолға жабысатындай консистенцияда болады. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілген соң бір басып, бұдан кейін бауырсақтарымызды дайындаймыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей болатын қамыр жаямыз және формамен кесіп алып, бетін жауып кішкене көтерілгенін күтеміз. Көтерілген соң қызып тұрған майда екі жағын қызартып қуыратын боламыз. Мінекей өте ерекше әрі дәмді дастарханның көркін ашатын бауырсақтар дайын. Жасап көріңіздер, ас болсын.